Ел арасында меломендік Ғабит отағасы атануға ниетті деген сыбыс өріп жүр. Ақпараттың мән-жайын анықтау үшін серілерді арнамызға қонаққа шақырдық. Әйткенмен де бізге сұрақ қойып шаршаудың мүлдем қажеті болмады. Себебі өз жауап берсін. Көрейік. Нені? Үйлендің бе? Неғып тойға шақырмайсыңыз? Сендер білмейсіңдер ма десең? Асырып үйленіп жүр екен Ғабит. Астафиралла. шариғаттың хақ жолын білетін серінің отағасы атанудан соншалықты неге шошығандығы бізге беймәлім. Жоқ, үйленбеймін. Әйткенмен де жақсы сөз жарым ырыс. Ролан екеуміз келісім шартты бұзбаймыз деп уәде бердік қой, мен уәдемде тұрамын. Ғабит екеумізде продюсерімізбен контракты 11 жыл. Жігіттер контракты бұзып тұр. Заңға қайшы жұмыс жасап. Біз екеуміз өте тәрбиелі, тәртіпті жандармыз. Контрактіге бағынып, Құдай қаласа 11 жылдан кейін үйленеміз. Десе де қуанышын жасыра алмай сүйінші сұраған ақын жанды салтанат туралы не айтар едіңіз? Мен ол қыздың есімін де өзін де білмеймін шынын айтайын. Енді дұрыс қой ол. Армандап жүрген сондай бір қыздардың бірі шығар. Жалпы Ғабиттің артынан қаншама қыз жүгіріп, қаншасы армандап жатыр. Сондай бір армандап жүрген қыздарын бір осы сіздердің арналарыңызға жеткізген шығар. Жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды. Жел әртүрлі болады ғой. Жел просто прикол ұстаған ғой. Жарайды, сөздеріңізге еш күмәнсіз сендік. Тек ең бастысы, өздеріңіз арманшыл әрі адал келетін қазақ аруларының сезімдерімен ойнамасаңыздар болғаны. Айтпақшы, талай қыздың арманы болған серінің жүрек жартысы бар ма деген сауал кімнің де болса көкейін өртеп барады. Екінші жартыңызды таптыңыз ба дейді? Бүгін Ғабит мырзаның ұйқысы шала болған ба, әлде көңіл хошы болмады ма, кім білсін. Әйтеуір жарты сағат бойы ол біздің камерамен микрофонды тосырқаумен болды. Есесіне Раланның жағына тыным болмады. Жоқ, мәлеш, осы. Екінші жартыға келетін болсақ, таптыңыз ба демекші, біз жаңа Ғабит өзі айтып отыр ғой, біз уәде бергенбіз деп. Біз үйленгеннен кейін бірақ айтамыз, біз екінші жартымызды таптық деп. Солай ма Ғабит? Құтқардың бауыр. Кемедегінің жаны бір, екі бойдақ осылайша бір-бірінің құпияларын жасырып әлек. Бірақ қырағы көзді көрерменді алдау әсте мүмкін емес. Уәде мен келісім шартты бұзбайтын тәртіпті жігіттердің қуланған көздерінен әлі талай қызға көзде сөзде салуға дайын екендігін аңғару қиын емес. Сол себептен де қымбатты арулар, мына екі серінің құрған қақпанына түсіп қалудан абай болыңыздар. Енді үйленіп жатса, біз үйленді деп сіздердің арналарыңызға бірінші айтып құттықтайтын едік. Әзілің жараса атаңмен ойна деп әуелі біздің тілшілерге еркелеген бұзықтар ойыннан от шығарып алудан қорықса керекті. Әңгіме бағыттарын лезде өзгертті. Енді олар қалауын тапсаң қар жанат деген ақылға сүйеніп, сүйініштің бәрін біздің арнаға алғаш болып жеткізуге уәде етті. Бәрекелді жігіттер. Армандаған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай, өзің